Абайдың екінші қара сөзі. Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Енеңді ұрайын кең қолтық, шүлдіреген тәжік. Арқадан үй төбесіне саламын деп қамыс атқан, бұтадан қорыққан. Көз көргенде әке үке десіп шығып кетсе қызын боқтасқан. Сарт деген осы деп. Ноғайды көрсе онда да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше, ноғай десеңші тікке ыңғай келмейді. Солдат ноғай, қашқан ноғай, башальщик ноғай деп. Орысқа да күлуші еді, ауылды көрсе шапқан, жаман сасыр басы орыс деп. Орыс ойына келгенін қылады деген, не айтса соған нанады. Ұзын құлақты тауып бер депті деп. Сонда мен ойлаушы едім, ей Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі ант ұрған, жаман келеді екен, ең тәуір біз халық екенбіз деп. Әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзі менен өзі әуре болып, бірі менен бірі ешбір шаһар жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ақиреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимай туған малыңды кірелеп сол айтып кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соң да орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды. Молда, медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат әсем де соларда. Оның малдыларына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды сәнің шашы аяғың білен пышырата қойған идан түгіл шық сасық қазақ деп үйіне қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып қор болмай шаруа қылып, өнер тауып, мал тауып зор болғандығының әсері. Орысқа айтар сөз де жоқ. Біз құлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда?